Табиғат туралы диалог. 2000 жылдары Мұхтар Шаханов пен Шыңғыс Айтматов кездесті. Екеуі бірге диалог кітап жазамыз деді. 1988 жылы Торғай даласында миллионға жақын киік жойылды. Оған не себеп болды? Неге жойылды? Жауабы болмады. Бір жылы күзде Қырғызстан мен Қазақстаннан құстар жылы жаққа емес, суық жаққа ұшыпты. Олар өте суық Якутияға ұшып барыпты. Олар күзде жылы жаққа ұшу керектін. Африка, Үндістан, Араб елдеріне ұшу керектін. Неге олар шатасты? Неге суық жаққа ұшты? 90 жылда Алматының жанындағы теректер 57%-ға азайыпты. Ал 7-8 жыл өскен ағаш бір күнде 30 килограмм оттегі шығарады. Ал бір адамға бір күнде 15 килограмм оттегі керек. Су, ауа, жер үшеуін бағалау керек. Әлемнің денсаулық сақтау орталығы бірнеше қалада 18-ге дейін балалар өмір сүруге болмайды дейді. Сол қалалардың бірі Алматы.